Сәлем достар, мен сіздерге өзімнің курста үйренген тағы бір тортыммен бөліскім келеді. Карамельная девочка деп аталады. Оған вареная сгущенка, жұмыртқа, ұн, сары май, разрыхлитель және кремний творожный сыр, сливки кетеді. Ең алдымен әдеттегідей жұмыртқаны жақсылап миксерлеп аламыз. Одан кейін барып сгущенканы қосамыз да тағы да араластырамыз. Барлығы бөлме температурасында болу керек. Сгущенкадан кейін біз ұн мен разрыхлительді қосамыз. Оны алдын ала қосып, сетадан өткізіп дайындап алсаңыздар болады. Міне мен екеуісін араластырып, сетадан өткізе отырып, бірте-бірте бір қасықтан қосып отырамын. Ұнды осылай бір қасықтан қосып отырып, жақсылап араластырамыз. Қою тесто болып шығады. Ең соңынан барып, бөлме температурасындағы жаңағы майымызды араластырамыз. Мінекей тестамыз дайын, осындай қою болып шығады. Мінекей формамыз 18 диаметрлі. Енді осыны жаңағы 1,5 қасықтан салып, осылай духовкада 160 градуста пісіріп аламыз. Кремін дайындаймын. Креміне сливки, творожный сыр және сахарный пудра. Бұл жерде сгущенкада қосу керек негізінде. Мен кремін бірақ творожный сыр осылай сливкимен ғана жасадым. Карамельная девочка болғандықтан креміне де азғантай сгущенка қосып жіберуге болады. Кремді жасар кезде жаңа сливки, молочный продуктымыздың барлығы холодильникте тұру керек, сонда креміміз жақсы шығады. Кремді дайындап қойғаннан кейін де салқын жерге қойып қоямыз. Креміміз дайын, енді тортымызды жинауға кірісеміз. Подложкаға аздап крем жағамыз да, одан кейін коржиктарымызды жинаймыз. Кремді қалауыңыз бойынша жағасыз. Өте көп болғанын қаламасаңыз, аздап жұқалау жағуыңызға да болады, мен сияқты. Бір қабат жағып алғаннан кейін 3-4 сағатқа холодильникке қойып қойдым. Одан кейін тағы да креммен қаптап шығамыз енді. Крем жетпей қалған жерлерге жағып, қайтадан әдемілеп шығуға дайындаймыз. Кремдерді жағып біткеннен кейін толық бетін әсемдейміз. Кокосовый стружка септім. Одан кейін посыпка сеуіп қоямын. Бірнеше сағатқа холодильникке қоямыз, сонда креміміз сіңіп, өте дәмді торт болып шығады.
Торт өте дәмді шықты. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді торт.